Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен Азиза. Күндеріңізге сәттілік тілей отыра, бүгін сіздерге осындай шоколадты пирог рецептісін ұсынатын боламын, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамыз бен қантымызды салып, және де тұзымызды салып, жақсылап миксердің көмегімен қоюланып ағарғанша араластырып алатын боламыз. Содан соң оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды аламыз. Сары майды ерітіп алсаңыздар да болады. Осы сары майды саламыз да тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан кейін сұйық май мен сүтімізді саламыз да тағы да миксермен жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң електен ішіне 1 шай қасық қопсықыш саламыз да оны да бөліп салып жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң какаомызды да електен өткізіп бөліп салып осылай араластырып алатын боламыз. Сонымен біздің қамырымыз дайын. Енді осындай торттың формасына саламыз да қызып тұрған пеште 180 градуста 50-60 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз пісті. Енді оны осылай решеткада суытып аламыз. Бетіне мен шоколадты глазурь жасадым. Оны су моншасында шоколадты ерітіп алдым. Осылай шоколадты ерітіп алып бетіне жағып алдым. Содан соң кондитерлі қапшыққа тағы да шоколадты салдым да осылай ерітіп бетіне әдемі узор жасадым. Ол өздеріңіздің қалауыңызша, әрине басқаша әсемдесеңіздер де болады, немесе мен сияқты осылай жасасаңыздар да болады. Мінекей менің пирогым дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, өте керемет болып шықты. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, жасап көріңіздер, және де лүпіл басып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сонымен біздің пирогымыз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты, өте жұмсақ. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.